Өнеге. Бұрынғы заманда бір үлкен шаһар бар екен. Бұл шаһардың ханы болыпты. Ол күнде жаман киініп, жабайы кісі болып, шаһарды, базарды аралап жүреді екен. Күндерде бір күн хан базарды аралап келе жатып, басына бір кесек алтын, аяғына бір кесек алтын қойып жатқан бір адамды көреді. Мұны көріп, хан таң қалып, неше күнде мұны сыртынан бағып жүреді. Бұл адам ертеде кеште бір қалыпта басына аяғына бір кесек алтын қойып жатады. Ақырында бір күні хан: "Сен не қылған адамсың?" деп сұрайды. Ол адам басын көтеріп: "Мен ақыл сатушымын" дейді. "Олай болса, маған бір ақыл сатшы" дейді патша. Сонда ол адам: "Құп болады, бірақ әр ақылымның бағасы 1000 алтын" дейді. Хан санап 1000 алтын береді. Сонда ақыл сатушы: "Не істесең де ойлап істе, ойламай іс қылсаң қор боласың" дейді. Мұнан соң хан ордасына келіп, баяғы сөзді әрбір көзге түсетін жерлерге орамал дастарханға дейін жазып қояды. Күндерде бір күн хан шашын алғызатын болып, шаштараз алып кел деп бас уәзірге әмір қылады. Уәзір дереу бір шаштаразға барып, ертең келіп ханның шашын ал деп бұйырады. Ертең ерте шаштараз ханның ордасына келе жатса, алдынан уәзір шығады. Уәзір: "Ей шаштараз, ханның шашын қандай ұстарамен алмақшы едің?" дейді. Шаштараз: "Ай тақсыр, күндегі ұстап жүрген жабайы ұстарамен аламындағы. Жақсы ұстараны мен байғұс қайдан табамын" дейді. Сонда уәзір: "Ей ақымақ, ханның шашын жабайы ұстарамен алуға болмайды. Мә, мынау ұстарамен ал" деп қалтасынан шығарып, бір алтын сапты ұстара береді. Шаштараз қуанып ханның құзырына келіп шашын жібіте бастайды. Сол уақытта шаштараз: "Не істесең де ойлап істе, ойламай іс қылсаң қор боларсың" деп әр жерге жазылған сөздерді көреді де ішінен: "Қой, уәзірдің ұстарасын қояйын, өзімнің үйренген жаман ұстараммен-ақ ханның шашын алайын" деп уәзір алтын сапты ұстарасын былай қойып, өзінің ағаш сапты ұстарасымен ала бастайды. Мұны көріп хан ішінен: "Бұл ақымақ алтын сапты ұстарасын менің шашымды алуға аяды ғой. Онымен менен артық кімнің шашын алады? Тоқтай тұр, мен саған көрсетейін" деп шашын алғызып болған соң хан: "Дереу жендетті шақырып келіңдер, мен бұл шаштараздың басын аламын" деп кісілеріне әмір қылады. Шаштараз мұны естіп, неге қылмысты болғанын білмей қайран қалып тұрады. Жендет келген соң бейшара шаштараз ханның аяғына жығылып: "Ей тақсыр, менің басымды алсаңыз да ықтияр, бірақ менің кінәмді айтып алыңыз" деген екен дейді. Хан: "Сен басында менің шашымды алтын сапты ұстарамен алмақшы болдың. Ақырында оны менен аяп, ағаш сапты жабайы ұстарамен алып, мені қорладың. Сенің кінәң осы" дейді. Сонда шаштараз: "Жаңа сіздің шашыңызды алуға ордаға келе жатқанымда, алдымнан бас уәзіріңіз шығып, ханның шашын алуға мына ұстара лайық деп, осы алтын сапты ұстараны беріп еді. Мен сіздің шашыңызды жібітіп жатып, әр жерде жазылған "Не істесең де ойлап істе, ойламай іс қылсаң қор боларсың" деген сөздерді көріп, бұл уәзір берген ұстараның қандай екенін білмеймін, ханға бір зиянат келтіріп жүрмейін, жаман да болса үйренген өзімнің ұстарамен алайын деп ойладым. Шашыңызды ағаш ұстарамен алғанымның себебі осы еді" дейді. Сонан соң хан жас ауылдарын жіберіп, бас уәзірін шақыртып алдырып: "Мынау ұстараны шаштаразға сен бердің бе?" деп сұрайды. Уәзір: "Мен бердім" дейді. "Олай болса, бұл ұстарамен уәзірдің шашын ал" деп хан шаштаразға бұйырады. Шаштараз уәзірдің шашын жібітіп, алтын ұстарамен бір сипағанда, уәзірдің жаны шығып кетеді. Сөйтсе, бұл уәзір ханға қас екен. Соны өлтірмекші болып, ұстарасын зәрге суарған екен. Мұны көріп, хан шаштаразға тән риза болады. Көп алтын, күміс сыйлық беріп үйіне қайтарады. Мұнан соң хан бұрынғыдай жаман киініп, шаһарды, базарды аралап жүреді. Күндерде бір күн базарда баяғы ақыл сатушыны тауып, ордасына алып келіп, бас уәзір етеді. Екеуі бек тату болып, күні-түні бірге болып, не істесе де ақылдасып істейді. Және хан өзі бір жаққа кетсе, орнында уәзір қалып, ханның үйде бар жоғы да білінбейді. Күндерде бір күні хан жаман киімімен базарға келіп, көп халықтың бір наубайшының нанын таласып алып жатқанын көреді. Жұрт таласып алып жатқан бұл нендей нан деп, хан азырақ нан алып жеп көрсе, дәмі дүниеде жоқ тәтті көрінеді. Бұл нан тәтті екен, күнде осындай нан алып жесе болады екен деген оймен хан наубайшыға: "Ай наубайшы, наның артықша дәмді екен.
сен маған үйінді көрсетіп қойшы, мен сенен күнде нан алып тұрайын дейді. Наубайшы қуанып құп болады деп ханды үйіне ертіп апарады. Үйден үйге, бөлмеден бөлмеге ертіп, аралап келіп ақырында ханды жер астынан бір үлкен үйге алып кіреді. Қараса, ол үйдің ішінде қанша адам темір көгенде көгенделіп жатыр. Наубайшы бұл ханды да көгендейді. Сен кімсің деп сұрамайды. Хан, мен ханмын деп айтпайды. Бұл наубайшы күнде көгендегі адамдардың бірін сойып, майына нан пісіріп базарға сатады екен. Сөйтіп, хан көгенге түсіп қалып, неше күнге шейін ордасына қайтпайды. Бұған уәзір қайран қалады. Бірақ ханның жоғалғанын халыққа жария қылмай, бұрынғыдай хан орнында әмір жарлық қылып тұра береді. Күндерде бір күн кезек ханға келеді. Наубайшы мұны соймақшы болып жетектеп алып шығады. Сонда хан: ай наубайшы, сен мен сойма, мен саған менің майыма пісірген нанды сатып алатын ақшадан артық ақша тауып берейін. Мен неше түрлі қымбат кілем тоқуды білемін, деді. Наубайшы: жарайды деп, ханды бір бөлмеге қамап, дереу базарға барып, кілемге керек жабдық әкеліп береді. Хан күнде бір кілем тоқып шығаратын болады. Бір күні хан бір қырмызы кілем тоқып наубайшыға: бұл кілемді ханға апарып сатыңыз, бірақ 1000 алтыннан кемге бермеңіз, дейді. Бұл кілемді наубайшы ханға 1000 алтынға сатады. Ертеңіне тағы бір кілем тоқып шығарады. Мұны 2000 алтыннан кемге сатпаңыз, дейді. Айтқанындай, хан бұл кілемді 2000 алтынға алады. Үшінші күні хан тағы бір кілем тоқып шығады. Кілемге неше түрлі гүл салып, ортасына не істесен де ойлап істе, ойламай іс қылсан қор боласың деп жазу түсіреді. Бұл кілемді наубайшы тағы ханға алып келеді. Хан баяғы ақыл сатушы бұл кілемді көріп және ортасындағы жазуды оқып, ішінен ханымыз табылды деп ойлайды да наубайшыға: бұл кілеміне 3000 алтын берейін, және мұнан былай кілем керек болса, сенен басқа кісіден алмаймын. Сен мына жасауылдарыма үйінді көрсет, ақшанды қайтып келіп аларсың, дейді. Наубайшы қуанып, құп тақсыр деп, ханның 3 жасауылына үйін көрсетуге ертіп кетеді. Бұл екі арада уәзір әскерін жиып, даяр болып тұрады. Біраздан соң жасауылдар мен наубайшы ақшасын алуға қайтып келеді. Уәзір жасауылдарды ертіп, әскермен наубайшының үйіне келіп, есіктерін сындырып кірсе, темір көгенде жатқан адамдарды көреді. Уәзір мен хан жыласып көріседі. Сонан соң көгендегі адамдарды босатып, наубайшының мойнына шынжыр тағып, ордаға алып келіп, дарға асып өлтіреді.